Баршаңызға сәлем. Жылдам және қол жетімді круассан рецепті. Круассанның іші жұмсақ, жоғарғы жағы қызырлақ болып келеді. Ыдысқа 1 стакан ыстық су және жарты стакан суық сүт құямыз. Осылайша жылы сұйықтық аламыз. 1 ас қасық қант және 1 шай қасық құрғақ ашытқы қосып араластырып, бетін біраз уақытқа жауып қоямыз. Ашытқымыз ашыды, яғни ашытқы белсенді. Енді тұз саламыз. 3 бөлікке бөліп ұн салып қамыр илейміз. Менде барлығы 500 грамм ұн. Консистенциясына қарай қосыңыздар, бәрін бірақ салмаңыздар. Қамыр қолға жабыспай жұмсақ болуы керек. Дайын қамырдың бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Менде 500 грамм ұннан осы ғана қалды. Енді осыны жұмыс орнына семіп, қамырды 1/10 бөлікке бөліп аламын. Әрбір шар 78 граммнан шықты. Енді шарларға дөңгелектеу пішін береміз. Қамырды жайғанда өте жеңіл және дөңгелек болып шығады. Қамырдың астына ұн сеуіп, 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Ең алғашқы қамырды алып, ұн сеуіп, 17-20 см диаметрде дөңгелектеп жаямыз. Қамырдың үстіне ұн сеуіп, бірінің үстіне бірін қоямыз. Әйтпесе жабысып қалуы мүмкін. Соңғы қамырды жайып, барлығын аударып аламыз. Енді барлығын тез жасауымыз керек. Қамырды алып, кішкене созыңқырап, сары май жағамыз. Шамамен әрбір қабатқа 10 грамм сары май кетеді. Осылайша барлығына 90 грамм сары май кетеді. Бұл әдеттегіден де аз мөлшерде. Ең соңғы 10-шы қабатқа сары май жақпаймыз. Сары май әрбір қабатта ішінде тығыздалып қалу үшін шеттерін бекітеміз. Қамыр жабысып қалмас үшін көп мөлшерде ұн сеуіп, қамырды жаямыз.
кең шеңбер шығады. Қалыңдығы 3-4 мм. Қамырды 3 бұрыштарға бөлеміз. Нәтижесінде 16 бұрыш шығады. Сондай-ақ үшбұрыштың кен бөлігін кесуді де ұмытпаңыз. Салмасына кез келген нәрсені салуға болады. Менде біреуінде шоколад салмасы болады. Қамырды ораймыз. Үшбұрыштың ұшын тартыңқырап отырып ораймыз. Круассандарды противенге бір-біріне алшақ орналастырып саламыз. Піскен уақытында үлкейеді. Жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып круассанның бетіне жағамыз. Круассандарды тоқ пешке алғашында 200 градуста 10 минутқа қоямыз. Содан кейін 180 градусқа төмендетіп 20-25 минутта дайын болғанша пісіреміз. Газды пеште алғашында 10 минут 220 градуста, содан кейін 200 градусқа төмендетеміз. Круассандарымыз дайын. Қант ұнтағын сеуіп, не болмаса шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді және көп қабатты, ішкі жағы жұмсақ, жоғарғы жағы қытырлақ болып тұр. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Әйгерім.